денсаулық сақтау саласындағы өнім мен өнімді өткізу саясаты. Лектор қоғамдық денсаулық кафедрасының оқытушысы Атабаева Әлия Қалметовна. Жоспар, кіріспе бөлім, өнімнің өмірлік циклі, маркетинг жүйесіндегі өнім саясатының міндеттері, өнім саясатын әзірлеу кезінде негізгі элементтері. Кәсіпорынның өнім саясатын талдау, өнімнің өмірлік циклі теориясын қолдана отырып жүзеге асырылады. Оның мәні кез келген өнімнің нарықтағы өмірі тірі ағзаның тіршілігімен ұқсас деп саналады. Және ол 4 негізгі кезеңнен өтеді. Бірінші, өнімді нарыққа шығару сатысы, өнімге алғашқы сұраныстың қалыптасуымен, тұтынушылардың аудиториясымен таныстырумен сипатталады. Мысалы, жаңа медициналық жабдықтардың орнатылуымен байланысты медициналық қызметтер нарығында ауруханалардың қосымша диагностикалық немесе емдік мүмкіндіктері туралы көптеген ақпараттық жарнамалық хабарламалар бар. Екінші, ол өсу сатысында тұтынушылар белсенді түрде жеңеді. Ол жарнама неғұрлым ақпараттық сипатты клиенттердің уәждемесіне бағытталған. Үшіншісі, кемелдену. Егер алдыңғы кезеңдерде денсаулық сақтау мекемелерінің сауаты бойынша маркетинг саясаты болса, бұл басым кезең болады. Өйткені сатудың немесе кез келген тұтынушылардың бәсеңдеуіне қарамастан абсолютті түрде олардың деңгейі максималды түрде болады. Денсаулық сақтау мекемелерінің міндеті осы кезеңде мүмкіндігінше ұзақ бұл сатыда тұру. Төртінші кезең, ол қорытынды кезең, құлдырау кезеңі медициналық қызметтердің тауарлары ретінде пайдаланылған жаңағы тауарлардың төмендеуін білдіреді. Бұл мысал келтіре кетсек, асқазанның ойық жарасы диагнозында фиброгастроскопия енгізілгеннен кейін барий бар асқазаны рентгендік диагностикалық зерттеуіне сұраныс күрт төмендеуі. Осылайша маркетологтардың негізгі міндеті маркетингтік күш-жігерді қайта бөліп, маркетинг бағдарламасына қажетті өзгерістерді енгізу мақсатында нарықтағы өнімнің бір кезеңінен екінші кезеңге өтуін бақылау. Маркетинг жүйесіндегі өнім саясының ең басты міндеттері. Ең бірінші, ол тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін қажетті деңгейде ұстап тұру. Екінші, жиынтық ассортиментті нарық талаптарына бейімдеу. Үшінші, перспективалық сегменттер мен нарық тауаршыларын іздеу. Және төртінші, тауарлық белгіні қаптаманы қызмет көрсету стратегиясын жүзеге асыру. Тауар саясатын іске асыру аясында келесі міндеттерді шешуге қарастырылған. Бірінші, ассортиментті оңтайландыру. Екіншісі, тұтастай кәсіпорынның немесе жеке өндірілген тауарлардың ассортиментін жаңарту және ескірген тауарларды өндіруден бас тарту. Мерзімдерінен өтіп кеткен, одан кейін жаңа өнімдерден нарыққа шығу бағдарламасын әзірлеу. Өнім саясаты келесідей шараларды жүзеге асырады. Бірінші, ол өнімнің жаңа түрлерін игеру, өнімді жаңарту, ескірген тауарларды өндіруден шығару, тауарлардың қаптамасы мен таңбалануын дамыту, қызмет көрсету және де өндірілетін тауарлардың оңтайлы номенклатурасы мен ең жақсы ассортиментін белгілеу. Өнім саясатын әзірлеу кезінде келесі негізгі элементтерге назар аудару керек. Ол біріншісі инновация, тауарлардың сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, өндірістік бағдарламаны өнім түрлерін құру және оңтайландыру, тауарлық белгі, тиімді қаптаманы құру, өнімнің өмірлік циклін және оны басқаруды талдау, тауарларды нарықта орналастыру, бақылау, қызмет көрсету және кепілдік қызметі. Қазіргі кезде теория мен практикадағы инновация дегеніміз бұл жаңа немесе жаңғырту ұғымдарының синонимі болып табылады. Бұл жаңа өнім немесе жаңа қызмет, оларды өндіру және өткізу әдісі, ұйымдастырушылық, қаржылық, зерттеу, маркетинг және басқа да қызмет салаларындағы инновациялармен ұсынылуы мүмкін. Инновациялар компания үшін жаңалық дәрежесі бойынша жіктеледі. Нарық пен тұтынушы үшін жаңалық дәрежесі жаңашылдықтан пайда болуымен, мысалы, көптеген технологиялық немесе маркетингтік инновацияның қарқындылығының
байланысты идеяны табиғаты бойынша қадағалау. Сонымен қатар компания үшін жаңалық дәрежесіне сәйкес әлемдік жаңалықтық және компания үшін жаңа өнімдердің ерекшелігі бар. Екінші, ол өнімнің сапасына кепілдік беру. Кез келген денсаулық сақтау ұйымдары өздерін шығарған медициналық бұйымдарға кепілдік беруі тиіс. Біріншіден, тауардың сапасын қамтамасыз ету керек. Бұлар барлық талаптарға сәйкес болуы керек. Және де өнімнің бәсекеге қабілеттілігі дегеніміз, бұл дамыған бәсекелі нарықтағы оның коммерциялық табысын шешуші фактор болып табылады. Бұл көп өлшемді тұжырымдама деп айтуға болады. Бұл өнімнің нарықтағы жағдайларға, тұтынушылардың нақты талаптарына, сапасына, техникалық және экономикалық, эстетикалық сипаттамаларына ғана емес, сонымен қатар оны іске асырудың коммерциялық және де басқа шарттарына сәйкес келетіндігін білдіреді. Өнім ассортименті, өндірістік бағдарлама. Бұл сатушы немесе өндірушінің барлық өнімдерінің, соның ішінде өнім желілері мен жеке өнімдерінің жиынтығы. Әрі қарай біз тауарлар ассортименті деген түсіндігін қолданамыз. Оны сауда ұйымдарының ассортиментіне де өндірушінің өндірістік бағдарламасында қолдануға болады. Тауар таңбасы немесе тауар белгісі. Ауызша немесе графикалық, көлемді және өзге де белгілер немесе олардың комбинациясы тауарлық белгілер ретінде тіркелуі мүмкін. Сауда белгісі кез келген түсті немесе түстердің тіркемесінде тіркелуі мүмкін. Сауда маркасы сатушыға фирмалық атауды және фирмалық атауды пайдалануға айрықша құқық беретін бренд немесе оның заңмен қорғалатын бөлігі. Сауда белгісі сапаны қамтамасыз ету, жарнама және брендті қорғау функцияларын орындайды. Қаптамаға келетін болсақ, бұл мысалы көптеген дәрі-дәрмектерді алатын болсақ, қозғалту, тарату және пайдалану кезінде тауарлардың шикізаттың сақталуын қамтамасыз етеді. Бірақ қазіргі уақытта орау тиімді маркетинг құралы болып табылады. Өнімнің кескіні қамтамасыз етіп жасау үшін болған өте тиімді болып келеді. Қаптама барлық мысалы дәрі-дәрмектерде бар. Өнімді нарықта орналастыру. Тұтынушылардың мақсаты тобының ең басты саясатында жеке қолайлы позицияны алуға бағытталған компанияларға ұсыныс беріледі және имиджді дамытады. Тұтынушылар үшін ең қызықты тауарлардың қасиеттерін анықтау қажет. Нарықтағы жаңағы өнімдердің орналастырудың маркетингтік құралы бұл коммуникация болып табылады. Өнімнің тиімді саясаты бұл компанияның өндірістік бағдарламасын және өнім түрлерін үнемі бақылау, оны реттеумен қамтамасыз етеді. Маркетингтік қызметтің осы саласындағы бақылау сату көлемінің төмендеуіне жол бермеуге, одан кейін компаниялардың нарықтағы өнім қоспасын жақсарту бойынша шаралар қабылдауға бағытталған. 8-ші бұл сервистік қызмет және кепілдік қызметі. Бұл тұтынушыларға өнімді сатып алғанға дейін және одан кейін ұсынылатын қызметтер. Қызмет тұтынушыларға ең басты тұтынушыларға қызмет көрсету жүйесі ретінде қарастырылады. Оның мақсаты тұтынушыларға қолжетімді өнімді ұсыну және оларға сатып алынған өнімді барынша тиімді пайдалануға көмектеседі. Тұтынушыларға қызмет көрсетудің маңыздылығы өсіп келе жатқан тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің артуына байланысты қызмет көрсету орталықтарын құру және профильдеу, сатып алушылардың сатып алынатын тауарларды пайдалану процесінде туындайтын мәселелерді шешуге қабілеттілігі. Маркетинг құралы ретінде қызметтің негізгі функциялары бұл тұтынушыларды тарту, өнімді сату, қолдау, дамыту, сатып алушыны хабардар ету. Назарларыңызға рахмет.